Екінші сұрақ азаптау бойынша тергеп тексеру амалдары жүріп жатқан кезде сіз жаңа айтасыз, азаптау көрсетілді, қысым көрсетілді деп. Алайда кезекші прокурор мен прокурор келді ма сізге? Келді, иә. Сол кезде не айттыңыз сіз кезекші прокурорға? Маған Талғарда опера қызметкерлері маған былай түсіндірмек болғантын. Сен қанша жазғанмен, қанша бізге жазғанмен біз Жоқ, мен оны сұрап тұрған жоқпын. Сіз нақты прокурорға не деп айттыңыз, соны сұрап тұрмын. Мен нақты жауап беріп жатырмын. Ол кезде айтқан болатын, сен Қонаевқа кеткен күнде де біз артыңнан барамыз, сен сол жерде де ұрамыз деп. Мен қорқтым. Ол кезде де былай встречный заявление жазған болатын, бірақ мен ол жазған жауаптарымнан бас тартамын. Талғарда прокурорды мен видеоға түсіріп алған болатын, мен ұрған жоқ, соққан жоқ деп мен айтқан болатын, бірақ мен ол встречный берген жауаптарымнан бас тартам. Мен бірінші жауабын қолдамаймын показания. Нақты қай қызметкерлер аты жөндерін айтып беріңізші маған? Аты жөнін білем, ол құжатпен таныса жатасыздар. Ол туралы арызыңызда көрсеттіңіз ба? Арызда бірнеше арыз жаздым, арыздарымда жазғам, иә. Жақсы, ол бойынша тексеру жүргізіліп жатыр. Ол сұрақтар қоймай қоюыңызды сұрайын. Келесі сұрақтарыңыз бойынша. Нұрымов қолындағы пышағымен біреуге жарақат келтірді ма, біреуге соққы жасады ма жаңағы дүкеннің алдында? Жоқ, тек қорқытумен болды, өлтірем деді. Тек қорқытты. Покушение болды ғой. Одан кейін өз жауабыңызда бағана таяқ жеп қалмайық деп көмекке шақырдым дедіңіз. Себебі олардың қасында басқа балалар келді деп айттыңыз, иә? Өздерін бандит сияқты болып ұстады деп. Енді қараңыз, не үшін көмекке шақырдыңыз? Ол кісілер сіздерге соққы жасады ма, бастады ма сол жерде басында? Сіздің достарыңыз келмей тұрған кезде сол жерде жиналып тұрған топ сіздерге қысым көрсетті ме? Мен досыма соққы жасады. Қаржыбай өз дұрыс түсіндіре алмады. Мен жасадым деді, балам жасады деді. Сондықтан мен мәселені ушықтырмай жанжалсыз шешуге бардым ғой, келіп кешірім сұрайсасын деген ниетпен болды. Содан кейін балалар шақырғаннан кейін, пышақпен атылғаннан кейін мен інімді шақырған болатым. Жаңа бұл сұраққа жауап берген едім. Жоқ, мен сұрақты тұрған жоқсы. Нақты сол жерде тұрған топ, сіздің достарыңыз келмей тұрған кездегі топтағы адамдар сіздерге өздері жеке соққы жасады ма? Жаңағы Полат Шерзаттың Аскентайға жасаған соққысынан бөлек. Сіз достарыңызды шақырмай тұрған кезде жасар еді. Жасар еді, бірақ жасаған жоқ. Жасаған жоқ. Мен шақырмасам жасайтын еді олар. Одан кейін жаңа Қалиахметтің қорғаушысына да өз қорғаушыңыз айтыңыз, төбелес басталып жатқан кезде мен дүкеннің ішінде болдым дедіңіз. Басталып кеткен көрген жоқпын дедіңіз. Алайда алдыңғы сот отырысында зерделеген бейне түсірілімге сәйкес, Қамажай дүкенінің алдыңғы камерасынан алған бейне түсірілімге сәйкес, ол 00 сағат 58 минут 40 секундта төбелес басталып жатқан кезде нақты сіз дүкеннің алдында тұрғансыз. Шатасқан шығармын, есімде жоқ, қобалжыдым. Сіз оны қазір айтып тұрсыз ғой қорғаушыңызға? Шатасып тұрмын мен. Ол кезде мен дүкеннің ішінде болған, ол бейне жазбадан, ол материалды мен растай аламын, өйткені өздеріңіз көрсеңіздер де болады. Бірақ екінші төбелес неден қалай басталған мен. Екінші төбелес емес, бірінші төбелес сұрап тұрмын. Бірінші төбелес Дархан ұрған. Махмет Ахметке соққы келтірілген сәтте. Оны көрген жоқпын. Бейне түсірілім зерделедік қой алдыңғы аптада? Жоқ, мен көрген жоқпын Махмет біреу ұрған. Одан кейін жаңа айттыңыз. Егер қажет десеңіз, бейне жазбаны көруге болады. Болады құрметті сот, иә? 0058. Құрметті сот, өтініш хат білдірсем бола ма? Қазір сұрақ қойып болсын, жауап алып болайық, содан кейін өтініш хат білдірсеңіз де болады. Қосыңызшы, сол бейне жазбаны. Құрметті сот, шатас кеттім, есімде жоқ. Сыртта жүрген, іште жүрген. Сол сәтте де құрметті сот назар аударыңыз сұраймын. Жаңа қорғаушысына айтты, әйел адам көрген жоқпын деді. Алайда сол сәтте 1 сағат 01 минутта да Бишимбиева келген, анасын көрген ол жерде. Ол жерде кімнің анасы, кімнің апасы, кімнің қызы, мен білмеймін ғой, жерде төбелес болып жатқан. Сұрап тұрмайын. Жақсы, келесі сұрақтарыңызды қоя беріңіз. Магазинге келген 2 тәте шығар екен. Неге әйел адамды көрген жоқпын деп сіз айттыңыз жаңа қорғаушыңызға? Ол видео түсірілімде ол да тұр. 1 сағат 01 минут 33 секундта. Ар жағында Ильясов, Шынасыл және Сакиев та жүр. Алдында Полат Шерзатты анасы сіздерден қорғаштап тұр. Неге сіз жалған жауап беріп тұрсыз, әйел адам көрген жоқпын деп? Мен ешқандай да жалған жауап беріп тұрған жоқпын. Мен бұл іс бойынша іске тіркелген, және ол жерде мен әйел адамды
төбелес барысында көрген жоқпын. Ал бұлай магазинге кіріп шығып жатқан адамдар қаншама, ол жерде шамамен айтатын болсақ 4-5 әйел адам кіреді, 4-5 еркек адам кіреді, оның мен қайсы бірін оны санап отырмын. Нақты сол 4-5 әйел адам, ер адамның бәрі Полат Шерзатты қорғаштады ма? Болуы мүмкін. Қоссын ба? Мемлекеттік айыптаушы қоссын. 0058 деп 0058. Бірінші соққы сол жақта басталады. Мен ол жерде 0058. Құрметті сот, рұқсат па? Мен ешқандай қылмыстық жауапкершілікке тартылып жатқан жоқ. Мен нақты өзім болған Жоқ, осы бейне жазба бойынша өзіңіз түсіндірме беріп жүрсеңіз. Жақсы. Сіз өзіңізді көріп тұрсыз ба өзіңізді? Осы бейне жазуда? Жоқ, көріп тұрған жоқ. Нұрымов Нұрғанат Равильдің қолынан тартып жатыр жаңа. Кішкене арттан өтсеңіз, осы жерде. Мені қараңыз. Гайпаевтың ар жағында Тоқтабаев Нұрбол тұр. Біздің балалар адам сияқты кеп амандасып жатыр. Гайпаевтың ар жағында тұр. Тыныш, өзіңіз айтыңыз жаңа. Сіз тұрсыз ба? Сіз тұрсыз ба? Гайпаевтың ар жағында кім тұр? Ысқақ пен Гайпаевтың ортасында ғой. Ол жерде мен тұрмын. Ар жағында, я. Аны басын шекесін сипап тұр. Мен тұрмын, я. Танып тұрсыз ба өзіңізді? Танып тұрмын. Сіз ба? Енді сұрағыңызды қойыңызшы осыған байланысты. Неге жаңа сотқа төбелес басталған сәтте мен дүкеннің ішінде болдым деп жалған жауап бердіңіз? Бірінші сұрақ, екінші сұрақ, неге әйел адамды көрмедіңіз? Ары қарай видеоны жалғастыратын болса, Тұра тұрыңыз, қазір көрейік онда. Анасы келген сәт. Құрметті сот, кешіріңіз, өткізбей тұрғанда бір сұрақ пояснить берсем. Құрметті сот, жаңа прокурор ханым тағы да Шынасыл Абзалдың атын айтып өтті. Мына жерде бар ма, жоқ па? Ол кісі аты жауыр болды. Айтып берсін, сот прокурор мырза қай жерде? Ол бірден басқа уақытта, құрметті сот ол. Жақсы, түсіндік қой. Басқа уақытта ма? Төбелес 0058-де басталады, қорғаушылар. Сәл күтсеңіздер, қазір болады. Осы сәтте мені естіп тұрсыз, Абдықадыр мен Гайпаев не туралы сөйлескен. Сіз қасында Аскентайдың сол жағында тұрдыңыз. Естідіңіз ба? Не туралы сөйлесті сол кезде, Абдықадыр мен Гайпаев? Нұрғанат жібермей тұрды ана жерде. Қазір сөйлесеміз, балалар келеді деді. Өздері андай провоцировать етіп тұрды бұл жерде. Провоцировать етіп тұрған адам ұқсамайды ғой, есінеп өз бетімен тұр. Ұстап тұрды жаңа өзді, мына біздің балалар келген кезде де іс-қимылына қарасаңыз болады, құрметті прокурор. Қазір мен інім келеді, амандасады, адамгершілікпен, көңіл күймен әне амандасты. Және қазір кім Сакиев Равиль келеді, оның қолынан қысып өзіне қарай тартады қазір. Жақсылап қарасаңыздар. Әне байқасаңыздар болады. Бұл жерде Гайпаев емес, Сакиев Гайпаевты сүйреп баратыр, қолынан қысып қарасаңыз. Мен болдым ғой ол жерде, мен болдым ол жерде, мен айта аламын. Ол жерде Дарханға скорый шақырайық, скорый не дейік. Құрметті сот, басқа сотталушыларға ескерту жасаңыз сұраймын. Тыныш. Сөйлеп айтып отыр. Тыныш. Әрқайсыларыңызды тыңдаймыз. Мені қараңыз, құрметті сот, мына жерде басталып жатыр төбелес. Сол сәтте бұған дейін Тоқтабаев дүкенге кірген жоқ, Аскентайдың оң жағында тұрды.
Жақсы, осы дүкеннің ішіндегі бейне жазбаны көрсетіңізші. Осы 58. Мен түген Нурумов вышел из магазина и, судя по всему, разговаривал на повышенных тонах. Жоқ, құрметті сот, алдыңғы сот отырысында Нұрымов айтты, сыртта біреуді соққан үшін мен сыртқа шықтым деп айтты. құрметті сот, мен айттым ғой өз кезегімде кіріп шығып жүргеннен кейін Қазір, осы тұра берсін осы. 0-0 дейсіз. Назар аударсаңыз, құрметті сот, ішінде мына жерде Тоқтабаев Нұрбол жоқ. Назар аудар. Нұрымов, я. Жақсы, Тоқтабаев көріп тұрсыз ба? Дүкен төбелес басталар кезде сіз дүкеннің ішінде жоқсыз. құрметті сот, бұл жерде құрметті прокурор ханым нені меңзеп тұрған білем, өйткені мен сыртта далада болдым бұл видеода. Ал тағы бір жерде мен іште тұрған кезде тағы да төбелес басталған болатын, мен соны айтып тұрмын. Ал мына жерде сыртта болдым, мен шатастым, есімде жоқ. Жақсы, сіз Қанша жаңа уақыт өтті? Жарты жыл болды. осы уақытта сыртта болдыңыз. Сол кезде не көрдіңіз? Қалай басталды мына төбелес? Нақты есімде жоқ, құрметті сот. Жақсы, келесі сұрағыңыз қоя беріңіз. Шерзаттың кәмелет жасқа толмағанын мен білмедім деп айттыңыз. Алайда 25 қазан 2024 жылы, ол 20 том 123 парақта, құрметті сот, жәбірленуші Гайпаевтың беттестіру хаттамасына сәйкес Гайпаев айтқан Полат Шерзаттың 16 жаста екенін айтып, кешірім сұрадым деп айтты. Осы туралы не айтасыз? Тұра тұрыңыз. Келіспеймін. Қазір ашып 20 том 123 парақ. Ол беттестіруде жартылай келісем деген болатын, бірақ ол именно ол жеріне келіспеймін, ол балам. нешінші нақты парақта айтыңызшы. Нақты нешінші 24, құрметті сот. Оқып беріңізші толық. Тергеушінің Гайпаевқа сұрағы 03-10-2024 жылғы оқиға туралы айтып беруді ұсынды. Соңғы 03-10-2024 жылғы оқиғаның мән-жайы туралы баяндап, дүкеннің алдына Дархан осы Тоқтабаевты шақырғанын, одан кейін Нұрбол Тоқтабаев гольф автокөлігімен 2 адам болып келгенін, онымен сөйлесіп, Шерзаттың 16 жаста екенін айтып, кешірім сұрап, онымен мәселені шешіп, сол себепті Нұрбол Тоқтабаев пен Дархан оқиға орнынан кетіп қалғанын, алайда 5 минут шамасында қайта қайтып келіп, Нұрбол Тоқтабаев өзінің Чина лақап атты достарына хабарласып шақырғанын, соның шақыруы бойынша дүкеннің алдына топ адамдар келіп төбелес бастағанын көрсеткен. Осы Нұрбол Тоқтабаевтың қолынан, яғни жеңінен пышақ көргенін көрсетті. Төбелес барысында Тоқтабаевтың нақты әрекеттерін көрмегенін айтқан. Бұл Гайпаевтың жауабы ғой. Беттестіру Гайпаев деп айттым ғой. Гайпаевтың айғақтары, дұрыс па? Жоқ, Тоқтабаевтың нақты кешірім сұрағаны туралы бар ма ондай? Білетін туралы 16 жаста. Құрметті сот, айтсам болады ма? Жоқ, Гайпаевтың сұрағынан сұрап тұрмын. Осылай айтты ғой сізге деп. Сол туралы не Маған айтасыз деп. айтқан жоқ. Жақсы, келесі Құрметті сұрағыңыз. сот, бұл жерде толық жалған, бұл жерде 16 жаста екен білген жоқпын, және Сіз өзіңіздің жауабыңызды айтып тұрсыз. Келіспейтін Шерзаттың 16 жасқа толған екенін білмегенін айтып, өз жауабыңызды айтып отырсыз. Басқа сұрақ жасын бар? айтқан жоқ. Кешірім сұраған жоқ. Мүлдем Гайпаевта, Нұрымовта кешірім сұрамады ма сізден? Кешірім сұраған жоқ. Ешқайсысы кешірім сұраған жоқ. Дарханнан Қаржаубай кешірім сұраған шығар, бірақ сұраған жоқ. Мен өз көзіме көрген жоқ. Маған менен де ешкім кешірім сұраған жоқ. Жақсы, жаңа қорғаушыңызға айттыңыз, алғашында берген жауаптарымды қолдамаймын дедіңіз, иә?
қысым көрсет. Неге онда хаттамаларға менің сөзіммен терілді деп қол қойып бердіңіз өз еркіңізбен? Жауап бердім ғой. Жақсы. Төбелес басталғанда кімнің анасы Бишімбиеваның әрекетін айтып беріңізші. Бишімбиева. Көрген жоқпын. Екінші төбелесте де көрмедіңіз ба? Жоқ, көрген жоқ. Екінші төбелесте Даусын сіз... ғана естідім, айттым жаңа жауап Аға, не деп айтты даусында? Шыңғырып айғайлап атты, нақты есімде жоқ. Шыңғырып айғалап жатқан кезде неге тоқтамадыңыз онда? Тоқтадық біз. Кімді тоқтадыңыз? Тоқтадық. Бәріміз кетіп қалдық қой, ол жерде қасқағым сәтте ғана бір 2 минут болар болмас, 1,5 минут па сондай ғана болды төбелес. Ол жерде айғайлады, сосын біз кетіп қалдық бәріміз. Айғайға жеткізбей сол неге бұрылып кетіп Ол қалмадыңыздар кісінің онда сіз қазір айғайлайсыз ба деп мен ол кісіне барып сұраттым. Жетелеуші сұрақ қоймаңыз. Жетелеуші сұрақ емес. Нақты сұрағыңыз қойыңызшы, мемлекеттік айтушы. Келесі сұрақтарыңыз. Айқаламай тұрғанда, төбелес басталмай тұрғанда неге бұрылып кетіп қалмадыңыздар барлықтан? Сіздер көріп тұрсыздар ғой, сіздер Ол кісілердің көпсіздер. айғайлайтынын білген жоқпыз. Жақсы, мемлекеттік айыптаушының сұрағын былай қойыңызшы. Сіз жаңа айттыңыз. Гайпаев телефон шалғаннан кейін жинала бастады дедіңіз. Үлкен тыныш жігіттер жинала бастады. Сол кезде төбелесі басталатынын, бізді ұратынын білдім деп тұрсыз. Дұрыс па? Егер мен шақырмасам. Бізді ұрып тастайтынын білдім деп айттыңыз жаңа. Дұрыс па? Сол кезде егер біліп тұрсаңыз ұрып тастайды. Сіздерді біреу бөгеді ма кетіп қалуға, ұстап тұрды ма жібермей, әлде сол уақытта неге кетіп қалмадыңыз? Мемлекеттік айыптаушының қойын деп тұрған сұрағы осы деп ойлаймын. Нұрғанат өзі жібермеді. Оның үстіне мен де Шерзатты күттім. Шерзат келіп кешірім сұрайды. Енді ана жерде сіз өзіңіз айтып тұрсыз ғой. Бір топ балалар жиналып, өздері үлкен, ірі, денелі. Мен сондықтан екі інімді шақырған болатынмын. Неге шақырмай өзіңіз кетіп қалмадыңыз? Әскентайды ысқақты алып, неге кетіп қалмадыңыз сол кезде? Бізді заявление жазады деп ойлап қалды ол кісілер. Өйткені 102-ге хабарласпаңдар деді. Мен балама іс қозғалады. Енді айта салмадыңыз, арыз жазбайын, кетеміз бірақ біз. Шерзат келіп кешірім сұрайды. Қазір Нұрғанат та өзі айтты. Ұрып тастаса да сонда сол Шерзат болатын кешірім керек болып тұрды ма сіздерге? Ғайыпбаев Нұрғанат өзі айтты, қазір келеді, өзі кешірім сұрайды дегеннен кейін біз күтіп тұрдық, құрметті сот. Жақсы, келесі сұраңыз. Құрметті сот, отырған адамдарға ескерту жасаңыз, ана басында очки таққан, қарқылдап күліп отыр, жаңа сотқа құрметтеме көрсетіп, және алдында отырған кісі алдында сызықшасы бар. Жоқ, ана қыз бала сот күшқылап вентилятормен отырған. Кәдімгідей қарқылдап күліп отыр. Болмаса сот залынан шығарып жіберуіңізді сұраймын ол қызды. Тұрыңызшы. Иә, осы қыз мұны. Сізге бірден күлкілі болып тұр ма? Жоқ бұл жерде. Енді күліп отырсыз ғой бәрібір. Қалай болса да. Енді күлкілі болғаннан кейін бәрі күлді ғой. Мен ғана күлген жоқ шығар. Жақсы, мен сіздерге ескерту жасайын, тәртіпті сақтауларыңызды сұрайын. Отырыңыздар. Жалғастыра беріңіз. Жақсы. Оқиға орнынан кеткеннен кейін алдыңғы сот отырысында куә жақсы келді, өз жауабында айтты, иә, Қамажай дүкенінің алдынан кеткен соң 777 дүкеннің алдына бардық деді. Мырыспен, жаңа өзіңіз айтып тұрсыз, қара мырыспен бардық деп. Сол жерде не туралы сөйлестіңіздер? Қанша уақыт тұрдыңыздар? Жаңа айттым, шамамен бір 10-15 минуттай тұрдық. Бірақ нақты есімде жоқ, есімде қалмады ол жерде не әңгіме айтты, не жайлы әңгіме айтты. Бірақ ол жерде пышақ, қару туралы ондай әңгіме болған жоқ, және ешкімнің қолынан айғақ заттар көрген жоқ. Жақсы келді, куә жақсы келді, сізбен бірге бір көлікпен барған. Алайда ол өзінің жауабында айтты. Алдында отырған Шынасылдың қолынан мылтық және пышақ көрдім деп. Сіз көрдіңіз ба соны? Мен просто мылтық атылғаннан кейін бір көлікте отырсыздар екеулеріңіз. Нақты есімде жоқ. Сіз түсініп тұрсыз ба? Жалпы оқиға сіздердің іс-әрекеттеріңіздің салдары үшін орын алып тұрған Әскентай екеулеріңіздің барлық топты шақырғандарыңыз Біз бұндай боларын білген жоқпыз. Тағы сұрағыңыз бар ма? Бар. Жалпы төбелеске қатысқаныңызды мойындайсыз ба?
Төбелеске қатысқанын мойындаймын. Аха. Қоғамдық тәртіпті бұзғаныңызды мойындайсыз ба? Мойындаймын. Онда қай жерінде кінәңізді мойындамай тұрсыз? Барып тепкенімді мойындаймын. Өйткені мен төбелеске кіруге мәжбүр болдым. Ана жақта біреу кастетпен жүгірсе, мына жақта біреу пышақпен жүгірсе, біреу мылтықпен атып жүрсе, ана жерде туған бауырым бар. Өзімен бірге ертіп алған кәмелетке жасқа толмаған 16 жаста думан бар. Оларды да бір шетінен ойладым да төбелеске кіруге мәжбүр болдым. Отырды ма, жерде жатты ма. Бірақ біздің балалардың қолының ешқайсынан пышақ көрген жоқпын. Барып тепкенін мойындаймын. Өзімде де болған жоқ айғазаттар. Енді қараңыз, бағана Аскентайдың қорғаушы сұрақ қойды ғой, Аскентайды қорғап жүрдім деді, арашалап жүрдім деді. Сіз неге арашаламадыңыз онда? Арашалағанда атқан үшін мен төбелеске кіруге мәжбүр болдым. Менің иығымнан дарқан тартты. Арашалап. Ол екінші төбелесте ма? Қай кезде тартты сіздің иығыңыздан? Ауыр халде жатқанын білген жоқпын. Ол екеуінің пышақталып қалғанын да білген жоқпын. Сол төбелес бітті ғой. Сол кезде менің иығымнан тартқан болатын. Екінші төбелес па, бірінші төбелес па? Ол жерде сол бәрі бір төбелес қой, сол маған қараңғы жақта болғанын айтып жатыр. Енді қараңыз, мәжбүр болдым деп айтып жатырсыз. Алайда бағанағы зерделеген видео түсірілімге сәйкес, сіздер Гайпаев пен Полатты артынан қуып барғансыздар. Сізді ешкім мәжбүрлемеген. Сіздің еркіңіз болды ғой, кетіп қалуға бұрылып. Оны ешкім қуалаған жоқ. Бейне түсірілімді көрдік қой, артынан жүгіріп барып соғып жатқандарыңызды. Біздің балалар ешкімді қуалаған жоқ, онда ешқандай жерде қуалап баратқан видео жоқ, құрметті прокурор. Онда не үшін дәл сол кісілерге бардыңыздар? Енді мылтық атқан үшін бардық. Енді олар тартып алмасақ, біздің біреуімізді атып жібереді ғой. Сотталушы, ол жерде олар қашып кетіп тұр сіздерден. Соны сізден сұрақ қойып тұрмын. Неге қашқан кезде бұрылып кетіп қалмадыңыздар? Келесі сұрағыңыз, мемлекеттік айтушы. Келесі сұрағыңызды қойыңыз. Өтініш білдірсем бола ма, құрметті сот? Оқталатқан кезде біздің бір бала қолынан тартып алды. Әйтпесе біз кетіп қалған жоқ, мемлекеттік айтушы. Үшінші рет ақтап артынан біздің еріп барған сәт. Тем более біздің аяғымыздың астына атты, құрметті прокурор ханым. Оның мылтығын тартып алмасақ, біздің біреуімізге тиетін еді. Ана 16 жастағы балаға тиіп кетер ме еді? Төбелеске кіруге мәжбүр болдым мен. Тапа-тал түсті, мылтық атып жүріп, біреу кастетпен жүгіріп, біреу пышақ ұстап жүгіріп. Жақсы, келесі сұрағыңыз. Басқа сұрақ жоқ. Жәбірленушінің өкілдері сұрақтарыңыз бар ма? Құрметті сот, өтініш білдірейінші, сұрақ қоймай тұрып. Қазір Мемлекеттік айыптаушыларына сұрақ қоймай тұрып бір өтінішім бар еді. жақсы айтыңыз. Қазақстан Республикасының қылмыстық процессуалдық кодексінің 344 бабының 3 бөлігіне сәйкес бас сот талқылауының тәртібі туралы сот талқылауына қатысушылардың бәрі сотқа қарап сөйлегенде, айғақтар бергенде және мәлімдеме жасағанда орындан тұрады. Қазақстан Республикасының қылмыстық процессуалдық кодексінің 21 бабы сот ісін жүргізуде тараптардың тең құқығы негізінде жүзеге асырылуы керек. Осыған орай, құрметті сот, мемлекеттік айыптаушылар, жәбірленушінің өкілдері орындарынан сұрақ қойып, тұрып сұрақ қойсыншы. Біз қорғау тарапы тұрғаннан кейін мәлімдеме жауаптарын оқып жатыр, мемлекеттік айыптаушы орындарынан мүлдем тұрмайды. Сол бойынша өтініш білдіргенге. Жоқ, тұра тұрыңыз, мен өзім айтып түсіндірейін. Бастапқыда отыра беріңіз. Сондай тәртіп орнаған. Яғни сұрақ қойған кезде тараптар отырып сұрақ қоюға болады, куәларға, жәбірленушілерге, сотталушыларға. Бірақ қорғау тарапы, сіздер қорғаушылар, адвокат, мен неше рет айттым. Сіздерді түсірген кезде арттарыңызда отырған сотталушылар түсіп қалады. Сондықтан сіздерде тұрып сұрақ қоюларыңызды сұрадым. Ал сотқа қарап мәлімдеме жасаған кезде міндетті түрде мемлекеттік айыптаушылар және басқа қатысушылар олар тұруға міндетті. Түсінікті, рахмет, құрметті сот. Құрметті сот, құрметті сот, кешіріңіз, камера жан-жағымызда. Біз тұрсақ та, отырсақ та адамдар көрініп тұр. Бәрібір экранға шығып Жоқ, көрініп тұрған жоқ, сіздер өздеріңіз ғана көрініп. Экранға қалай шығып кетіп жүр? Болмаса мына кісі орысады азаматы, бұл кісі түсіне ме сіздің айтқаныңызды? Қазақ тілінде жүріп жатыр, ол кісі түсінбей түсіріп алып жатыр. Сіздер осы сот отырысын бейне жазбасын көрулеріңізге болады. Сот отырысы болғанда, құрметті сот, тиктоктан шығып жатыр бәрі. Ол сот отырысы кезіндегі емес. Оны білесіздер ғой, сот отырысынан кейін болған жағдай. Мына стеклоның артында тұрған суреттер ғой, құрметті сот. Содан көріп отырмыз. Ондай емес. Келесі сот отырысын алып келіңізші сол бейне жазуды.